Қалып айтқанға тұрған Алла Тағаланың наалаты деп айтты. Пайғамбарымыз айтқан, мұсылман ше қорқақ болушы мүмкін, сараң болушы мүмкін, бірақ жалғаншы болушы мүмкін емес деген. Мұсылман қорқақ болушы мүмкін, сараң болушы мүмкін, жалғаншы болушы мүмкін емес. Пайғамбарымыз айтады, кім жалған сөйлегенді таштаса, тамашалап болсын дағы. Мен аға бейіштің шетінен бір қан сарай алып берген кепілдігін берем дейді. Жалған сөйлегенді таштадағы кепілдігі пайғамбарымыздікі тұрған кеп, гарантия. Қан сарай алыр, жалған сөйлегенді ташта дейтін. Кейбір учурда баяғы аялға жалған сөйлеп қойса болады дегенді қармап алып, постоянно жалған айта беріп қойған. Андай емес. Просто үй бүлөдөгү мамиле бузулбаш үчүн кээде түшүнбөгөн учурда жалган айтылып турат. Мисалы, мен китеп алып бердим. Мына китеп өзү 100 сом. Ушуну эми 100 сом десем, бул эми капа болот. Эми канча арзан китеп алып бердим. Жок, 1000 сом алып берип койдум десем, бул жалганга кирбейт деген да. Мисалычы, жоксо бир көйнөк алып бердиңиз, бир нерсе алып бердиңиз, кичине кымбатыраак айтып койгон болсоңуз, ал мисалы жалган кирбейт. Мисалы согушта эки мусулман урушуп кетсе, жоксо аялындагы үй бүлөнү сактап калыш үчүн ушул жерлерде эгерде жалган айтканга аргасыздык болуп калса, буну жалган шариятта жалган деп айткан эмес да. Себеп дегенде, бул жерде аркасындагы маслихат деп коет, аркасындагы пайда нерселер бар. Эки мусулман урушуп кетти. Эми башын бириктириш керек. Чын сүйлөсөм бирикпей атат. Мен буга айтам да, сен тууралуу жакшы эле сүйлөп атат. Менен иттикет делеп атат. Кейип отурат. Мен да bir пейилим ушундай да деп. Кылганда антип айткан жок болорчу. Түшүндүңүзбү? Ушинтип айтып койсо, бул жалганга кирбейт. Ушу экөөнү бириктириш үчүнчү. Анан буга барып айтып атам. Ал сен тууралуу жакшы эле сүйлөп атат дегенде мындай деп. Чудасаңбы?